Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Men sol 16-ma'mur kuni Tarazda kupeni vagonlarga, adamlar minетін vagonlarga itтерді жүктеп салып атқанын көріп, шыдай алар емеспін. Тағы да сол турасында депутаттарға, министрлерге тағы да бір үндеу айтып жатырмын. Бұл не істегендерің, қандай заң шығарып қойғансыңдар? Бізбен ит араласып тұра берсін деген не деген? Енді сендер өздерің бәрінен мәлім, енді сендер пойызға мінбейсіңдер, сендер самолетпен жүресіңдер де. Самолетпен өздерің жүріп тұрып, біз енді мінген көліктерімізге итті араластырып қойғандарың енді бұл адамгершілік емес қой сендердікі енді. Мысалға, ол ит түсіп кеткеннен кейін ол вагон купе ешқандай дезинфекция жасалмайды. Ол ит түсіп кете салсын менен бізге билет сатады жақ купенің ішіне. Мінекей жағы купенің ішіне кіреміз, матрастың үстінде ит жатқан, жағыдай біздің тамақ ішетін столдарымызға иттің сілекей яққан, солар менен енді отырып жағыдай біз тамақ ішек, иттің жатқан матрасына жатсақ, үстіміздің бәрі дуылдап қышып ұйықтай алмай жатсақ, неден болып жатыр? Бұл қаяқтан келіп жатыр иттер, қаяқтан бүргелер келіп жатыр деп мен баяғыда ойлаушым. Мен ойламаған едім бұл біздің отыратын жерлерімізге итті отырғызады деп. Кеше мінекей сондай заңды шығарып қойған екенсіңдер сендер енді. Мына адам жай қазақтар мінген жерлерге иттерді сала беруге болады деген заңды шығарып қойыпсыңдар. Ана билет сатып атқан әйелдер айтып жатыр. Иә, заң бар, наморднигі болса, олардың жағы сендер менен ит араласып тұра береді деп жағы билетті қайқайып тұрып, шалқасынан түсіп отырып, Тараздағы билет сатқыш әйелдер сатып жатыр. Өздеріңізге мен ютубқа да бәріне де салып қойдым. Қараңдаршы менің жағы депутаттар, министрлер, менің TikTok парақшама кіріңдер, Instagram парақшама кіріңдер, Facebook парақшама кіріңдер. Жағы әйелдердің итке билет сатамыз, ит отырады сенімен бірге деген сөздерін естесіңдер ғой сөздерден. Біз сонда кім болдық? Немеге кемсітіп бассыңдар? Немеге итпенен бірге араластырып қойбасыңдар? Көшенің бәрін ит қыпсадыңдар. Мінетін көліктеріміздің бәрі ит, автобусқа мінсек те ит, пойызға мінсек те ит, көшеге шықсақ та ит, барлық жерде ит болып кетті ғой. Немене бізді итпен араластырып тастадыңдар? Ұят қайда сендердің? Сендер ата тәрбиесін көргенсіңдер ме? Ана тәрбиесін көргенсіңдер ме? Қазақша болып тәрбиеленгенсіңдер ме? Жоқ, басқаша болып тәрбиеленіп қалғансыңдар ма? Бізді қазақи тәрбиені алғансыңдар ма? Жоқ, басқа тәрбие алғансыңдар ма? Сол жағын айтыңдар, сонда президенттен бастап мынау жағы депутаттар, парламенттегі депутаттар, министрлер айтыңдар, сендер қазақи тәрбие алғансыңдар ма? Жоқ, орысша тәрбие алғансыңдар ма? Біздермен енді өздерің тәрбиелер сондай болғаннан кейін біздерді итпенен қосып тастағандарың жаман болды ғой енді. Міне кеше пойызға мынау мінейін деп тұрған кездерде, билет сатып алайын деп тұрған кездерде үлкен екі ит жетектеп берді, ана бір екі пассажир орыс әйел. Сол екі итпенен төртеусіне 4 билет сатты, купеге мініп кетті жағылар. Енді олар купеден сөз салысыманан, олардың орнында біз отырып аламыз ғой. Солар анау иттің жатқан матрасына біз жатамыз ғой. Сонда ана купенің ішін бәрі толық бит болып кеткен, бүрге болып кеткен. Не істеп атсыңдар сендер? Не істеп атсыңдар? Бізді қорлап атсыңдар ғой, қорлап атсыңдар. Бүйткен басшылары да қорып кетсін. Атасында нәлет деймін да мынандай басшылардың. Бізді итпен араластырып, неғып тастаған басшылардың. Неге біздің құқығымызды қорғамайсыңдар? Неге қорғамайсыңдар? Таразда ана бір тұлпар дегендерің жүре бассап жағы барлығының желкесінен ұстап алып тұрып 11.000 теңгеден штраф салып жатыр. Оларды да қарастырмайсыңдар ма? Бізді бір біздің сөзіміз сөйлейтін адам басшылар бар ма, жоқ па? Вообще қамады ғой ешқандай басшылар біздің сөзіміз сөйлейтін.